Бүгін сіздермен осындай нәзік, өте дәмді 20 минутта пісіп шығатын керемет рулет дайындайтын боламыз. Ол үшін ең алдымен ыдысымызға жұмыртқамызды жарып алып, мен толық санын, мөлшерін описание бөліміне қалдырып кететін боламын. Жұмыртқамызды жарып, үстіне кішкене шым тұзымызды салып, және де шекеріміз, яғни қантымызды салып, жақсылап миксерлейтін боламыз. 2-3 есе көлемі ұлғайғанынша. Миксерлегенде жай және орта жылдамдыққа жасау керек, себебі қатты жылдамдығына жасасаңыз, жұмыртқа басылып қалуы мүмкін. Және де шекерімізді 2-3 бөліп салатын боламыз. Сол кезде біздің жұмыртқамыз жақсы көтеріледі. Мен бұл жерде бояу қосып жатырмын, жасыл түсті ұнымызға. Және де үстіне қопсытқышымызды салып, дайын болған жұмыртқамызға осылай болып шығады. Ұнды салып, жақсылап миксерлейтін боламыз. Біздің қамырымыз, яғни рулеттің қамыры дайын болған кезде пешімізді алдын ала 5 минутта қыздырып қоятын боламыз. Одан кейін табамызға пергамент қағазын салып, рулетті 15-20 минутта пісіріп алатын боламыз. Біз салған соң бетін тегістеп қызып тұрған пешімізге салатын боламыз. Біздің қамырымыз дайын болған соң, пісіп шыққан соң, оның піскенін шпажкамен тексеретін боламыз. Басы құрғақ болса пісті деген сөз. Мен піскен соң осылай орап қойдым, суығанынша. Суыған соң ашып, теріс қарай дамыз. Мен начинкаға варенье жақтым. Сіздер неше түрлі крем болсын, неше джем, варенье, әртүрлі нәрсе қолдансаңыздар болады. Вареньені жағып, холодильникке 15-20 минут қойсаңыздар, пісіңіп, әдемі болып шығады. Сіздер де осы рецептпен жасап көріңіздер. Отбасыларыңыз өте риза болады. Жұмсақ қамыр тестасын көріп тұрсыздар ғой, қандай көлемді болып тұрғанын. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Өкінбейсіздер. Өте дәмді болып шығады. Осылай. Қараңыздар, қандай үлпілдей нәзік. Егер де рецепт ұнаса, менің каналыма тіркеліп, үлпіл басып, қоңыраушаның үстін басуды ұмытпаңыздар. Сіздердің әрбір жазған пікірлеріңіз, қалдырған үлпілдеріңіз маған шабыт береді. Үлкен рахмет. Сіздермен болған меруерт Сейтқасымқызы. Ас болсын.